Барлықтарыңа сәлем. Бүгін біз қаңтар ентіде келіп қалуы мүмкін математикалық сауаттылықтың геометриялық есептерін шығаратын боламыз. Бірінші есеп, екі фабриканың арақашықтығы 8 метр. Екі фабриканың төбесінен материалды тасымалдауға арналған көлбеу құрылғы орнатылған. Егер бір фабриканың биіктігі 6 метр болса, екінші фабриканың биіктігін табыңыз. Яғни бізде бірінші фабриканың ұзындығы 6 метр, жазып қояйық. Екіншісінің ұзындығын табуымыз керек. Біз осы жерден биіктік түсірейік. Яғни 6, мына қабырға 6 болса, онда осы қабырғада 6, иә? Тік бұрыш. Осы қабырға 8, осы жерде қабырға тоже 8 болады, иә? Яғни Пифагор теоремасы арқылы енді осы жердің ұзындығын табуымыз керекпіз. Так, Пифагор теоремасы арқылы осы жердің ұзындығын табамыз. Яғни 10-ның квадратынан 8-дің квадратын азайтамыз. Сосын түбірге аламыз, иә? 10-ның квадраты 100, 100-ден 64 азайтсақ 36, 36 түбірден 6. Яғни осы жердің ұзындығы бізде 6. Енді жалпы ұзындық табу керек. Жалпы ұзындық 6 қосу 6, 12. Бізде жауабымыз 12. Осы жауап дұрыс болады. Келесі есеп, АВ, СД, ЕФ алты бұрышы аудандары көрсетілген 2 квадрат пен 2 үшбұрышқа бөлінген. АВ, СД, ЕФ алты бұрышының периметрін табыңыз. Так, бізде квадрат берілген. Осының ауданы 25 болса, онда осы қабырғасы 5. Мына жердегі қабырғасы да 5. Осы жердегі қабырғасы да 5. 144. Онда 12. 12-ның квадраты 144. Бұл квадрат. Осы қабырғасы да 12-ге тең. Яғни осы жердегі қабырға бізде 5. Мына жерде тұрған қабырға 12, яғни Пифагор арқылы осы жердегі қабырғаны табамыз. Теоремасы бойынша 12-ның квадраты қосылған 5-дің квадраты түбірасында тең бізде, так, 12-ның квадраты 144, 144 қосу 25, тең 169, 169 түбірасынан 13, иә? Пифагор теоремасы бойынша 18, 13. Так, мына жер тоже дәл солай. Мына қабырға 12-ге тең, мына қабырға 5-ге тең, мына қабырға 13-ге тең. Метрін табатын болсақ, так, 12 көбейту 2 қосылынған 13 көбейтілген 2 қосылынған 5 көбейтілген 2, иә? Бізде әрқайсынан 2 өтеу екен. Тең 12 2-ні өтсек 24 қосу, так, 26 қосылынған 10. Тең 26-ны қоссақ, так, 10, 40, 50, 60. Сонда жауабы бізде 60. Так, жауабымыз 60. Графиктің теңдеуін көрсетіңіз. Бұл жерде жауаппен жұмыс істейтін болсақ, яғни бізде x-ға 5 қойған кезде y 0-ге тең болу керек. Немесе y-ға 5 қойған кезде x 0-ге тең болу керек. Так, бұл жерде біз 5-ті қойсақ, x-ға 5-ті қойсақ, болмайды бұл жауап, 0 болмайды. X-ға 5-ті қоссақ, 0 болмайды y. X-ға 5-ті қоссақ, болмайды. X-ға 5-ті қоссақ, болмайды. Бұнда соңғы жауап. X-ға 5-ті қосамыз, x-ға 5-ті қоямыз, 5-тен 5 айтсақ 0. Так, келесі нүктені тексеру керек. Y-ға 5-ті қойсақ, x-іміз 0 болу керек. 5 тең 5 минус x. X тең 5 минус 5, 0 болады, орындалып тұр. Онда жауабымыз соңғы жауап. Келесі, берілген суреттегі фигураның боялған бөлігінің ауданы 6 см квадрат болса, онда берілген фигураның ауданы табыңыз. Бізде осы жерде берілген боялған бөліктің ауданы 6 см квадрат, онда 1 квадраттікі бізде 6 бөлінген 4 болады. Қысқартсақ 3 бөлінген 2, иә? Енді неше квадрат бар бізде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Так, 19 көбейтілінген 3 бөлінген 2. Так, тең 28 сөтірі 5 болады. 28,5. Осы жауап дұрыс болады. Суретте центр С нүктесінде үлкен шеңбер берілген, центрлері В және Д нүктелерінде болатын шартты шеңберлер берілген. С-ді 7 см болса, онда боялған бөліктің ауданын табыңыз. Бүйті 3 деп алыңыз. Бізде С-ді 7 см екен, онда бізде В-ді да тоже 7 см. Біз жалпы осы үлкен шеңбердің ауданын тауып алайық бірінші, иә? Так, оның радиусы, так, мына жер тоже 7 см. Жалпы радиус, үлкен радиус бізде 14 см. Так, шеңбердің формуласы πr квадрат, иә? πr квадрат. Пиді 3 деп аламыз. 3 көбейтілінген 14-тің квадраты.
588. Егер біз осы жерде тұрған жарты бөлікті осы жерге апаратын болсақ, онда бізде жарты шеңбер шығыпты. Толық жарты шеңбер шығады. Біз жалпы шеңбердің ауданын таптық, соны 2-ге бөле саламыз. 2-ге бөлсек тең 294. Бізде осы жауап дұрыс болады. Келесі есеп, бір төрткөздің өлшемі 1/1 болатын төрткөзді бетке сызылған төрт бұрыштың ауданын табыңыз. Так. Осылайынан фигураларға бөлу арқылы шығарсақ болады, және пик формуласы арқылы шығарсақ болады, иә? Так, мен пик формуласын ұмытып қалдым. Так, осы жолмен шығарған фигураларға бөліп шығарған оңай болатын сияқты. Бізде мына жерде тең бүйірлі үшбұрыш шығып тұр, иә? Мына екеуімен осы жерде тұрған екеуін қоссақ, тең бүйірлі үшбұрыш шығады, иә? Так, биіктігі 1, 2, 3, 4, 4. Табаны 1, 1, 2, иә? Үшбұрыштың ауданы биіктік пен биіктік түсірген қабырғаны көбейту 2-ге бөлеміз. 4-ті 2-ге бөлсек 8, 8-ді 2-ге бөлсек 4. Және ортасындағы квадраттың ауданы 1, 2, 3, 4. 4-ті 4-ге бөлсек 16. Яғни бізде 16 қосылынған 4. Тең 20. 20 деген жауап бар ма? Вот осы жауап дұрыс болады.